ауа райы қандай тамаша. Дала кеше апа айды қатты қуанып жүр. Жинады. Ауа райы керемет. Қар жауып, ауа райы керемет дейді балалар. Білім аяқтауын білдіреді. Шерім соңынан мен өткенде шауып еткісі деп белгісі қойылады. Өте тамаша. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Өте тамаша. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем деп дейді. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім? Не деді ақ аюдың тұнжығы оның үйіне да ол мұзды таулар мұз алаңы оны астында су дейді. Не деген не астында ған шөп тәтті тікен деп жауап берді түйе. Алақай дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал балалар бұл туралы сендер не білесіңдер? Дүние деген не деп сұрады кішкентай ботақ. Дүние деген көп құм, аздаған саз, және аздаған шөп тәтті тікен деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Айтам, оқылапты. Бүгін сабақ болмайды. Бүгін сабақ болмайды. Қабақ сөйлем бар. Дұрыс, өте жақсы. Гүлжан и жинады. Оқыдың ба? Сара сабақ оқыдың ба? Сен анаңа көмектесесің бе? Иә. Бүгін қай күн? Ресейден жаңбыр жауды. Ағаң Аққудан келді. Қандай сөйлем? Хабарлы. Сұраулы сөйлем. Сенің мысығың қандай? Анамның сақинасы қандай? Әдемі. Қар қалың жауды. Қашан өтірік айтушы болма. Қандай әдемі гүл. Өзен жағасы қандай керемет. Көйлегің қандай әдемі. Өте тамаша. Терезеден қарап тұр екен. Жолаушылар таң ата жүріп кетті. Біздің отбасымыз өте үлкен. Билік боласыз отасы. Әжем аман екен бе? Бұл кітапты саған кім берді? Далаға шығып ойнап келейік. Енді қыз жоқ. Иә. Далада қалиды ма? Еп белгісі қойылады. Алмасын. Сөйлем дейді. Келе жатыр. Сабақта өте жақсы қатыстыңыздар.
Кішкентай болсаңыздар, неге апайларыңыздан еңбегін ақтап, өте жақсы деңгейде сабақты алып шықтыңыздар. Рахмет өзі.